Саламатсыздар ма, құрметті оқытушылар және оқушылар. Мен Түркістан қаласы, Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжі ветеринария мамандығы арнайы пәндер оқытушысы Батырбекова Балжан Амантайқызы. Бүгінгі видео сабағымыздың тақырыбы трихинеллез ауруы және тексеру әдістері. Пәні ветеринариялық санитариялық сараптау. Жалпы тақырып бойынша қарастырылатын бөлімдер ауру қоздырғышына сипаттама, өтуі және симптомдары, өлекседегі өзгерістер және трихинеллоскоп арқылы ауруды анықтау. Жалпы трихинеллез ауруы жіті және созылмалы түрде өтетін антропозоонозды инвазиялық ауру болып саналады. Яғни инвазиялық ауру деген сол құрттардың әсерінен туындайтын ауру болып табылады. Трихинеллез ауруының қоздырғышы трихоцефалата тек бұтағына, трихинеллидея тұқымдасына жататын құрт болып саналады. Қазіргі кезде бұл құрттың ғылымға төрт түрі белгілі болып саналады. Дағыстандық трихинелла ол көбінесе Дағыстан жаннатынан пайда болған трихинеллез ауруы болып табылады. Жалпы трихинелланың құртының біз өсіп өнуімен және оның қоздырғышының жалпы сипатына келетін болсақ, ол өте ұсақ, шаш тәрізді, қыл тәрізденген құрт болып келеді. Яғни оның ұзындығына келетін болсақ, еркегінікі 1,4, 1,6 мм құрайтын болса, ұрғашынікі 3-4 мм ғана құрайды. Яғни осыдан қарап біз қоздырғышының қаншалықты деңгейде оның анықтау жолдарын, сонымен бірге одан ары зардаптылығын көруге болады. Мұны өздеріңіз қарап тұрғандай, мұны өте ұсақ берілген таяқша тәрізді, шаш тәрізденген құрттарды көруімізге болады. Бұл өте ұсақ түрі, одан кейін баланың ересекке айналған түйін түрдегі түрі, одан кейін ересек құрт болып ауру туғызатын және өте зардапты күйде тіршілік ететін бұлшықеттегі түрін көруімізге болады. Өте ұсақ нематодалар қатарына кіретін құрт болып саналады. Денесінің өзге жағымен салыстырғанда басы жіңішке келеді. Сол жіңішкелігінің арқасында ол бұлшықеттерді аш-ішекті тоғышарлық тіршілік етіп, сонымен қатар ол жерде тесіп келесі бір организмге, органға не істеп отырады, жылжып отыратын қабілеті бар екен. Жаңа тұрқы айтып кеткенімізде 1,4, 1,6 бұл еркегінікі, яғни бір ағзада, бір жануардың ағзасында еркегіде және ұрғашысында тіршілік ете беретін құрт болып саналады. Бала құрттары осы жатырында, ұрғашының жатырында дамиды. Ол 0,1 мм және ені 0,66 мм-ді құрап жатады. Осылайша қаптаған ұрғашының жатырында көптеген құрттар тіршілік етіп, жаңа балаң затыға, ересек затыға дами береді екен. Ары қарай, бұл латынша айтқанда трихинелла спиралис деп аталады. Морфологиясына келетін болса, жаңа айтып кеткеніміздей, басы жіңішке келеді денесінің қалған бөліктерінен қарағанда. Мынау бірінші тұрған бұл аналық құрттың суреті, кескіні, ал мынау аталық құрттың кескіні болып саналады. Осы жерде жаңа аталық және аналық құрттардың бірігуінің нәтижесінде жынысты көбею жүзеге асып, трихинелла құрттары дамып жетіліп отырады. Жалпы бұл трихинеллез ауруы инвазиялық ауру деп атадық, және бұл ауруға қайсы жануарлар бейім келеді деген сұраққа ол айтатын болсақ, адам жануарлардың арасынан хайуандар, дала жануарлар және үй жануарлар. Енді дала жануарларын атап кететін болсақ, паразитке, яғни осы құртқа бейімдер, ол жабайы шошқа, борсық, көгілдір түлкі, аққұс, қара күзен, бұлғын, кірпі, жалпы қарапайым күзен, жолбарыс және теңіз аңдарынан кит, морж, итбалық жатады екен. Бұл дала аңдары. Ал үй жануарларын атап кететін болсақ, шошқа, ит және үй мысығы. Ал дала жануарының суымен бірге өте көп жағдайда жұқтыратын ол қасқырлар мен егеу құйрықтар. Осы қасқырлар мен егеу құйрықтардың суымен бірге жаңағы түрлі паразиттерінің ұзақ уақытқа сақталуына байланысты шошқалардың организмге еніп отыратындығына, ол шошқалардың бірге өмір сүріп жатқан үй жағдайында тіршілік етіп жатқан ит пен мысықтар арқылы адамға да беріліп отыратын жағдай бар екен. Енді көбінесе адамдар арасында бұл ауруды аңшының ауруы деп атайды. Не себепті дейтін болсаңыздар, бұл аңшылар көбінесе аңшылыққа шыққан кезде ет арқылы жұғып отырады.
яғни етті дұрыс толыққанды қайнатпаудың әсерінен және шала пісіргеннің әсерінен, яғни кәуап дейміз, дала жағдайында түрлі тағамдарды жеу нәтижесінен осы шошқаның трихинелла құрты ешқандай өлмейді. 100 градуста 80 градусқа жетті жаңағы болатын болса өлмейді. Соның нәтижесінде не істейді? Адамға да беріліп отырады екен. Қазіргі кезде бұл экономикалық жағдайдың да сонымен бірге жалпы Қазақстан үшін ғана емес, барлық әлем жұртшылығы үшін де бұл трихинеллез ауруының аса зардапты екендігі белгілі. Мына жерде жаңағы аңшылық әсерінен далалы жерде кәуаптардың пісірілу нәтижесінен шығу жағдайы көрсетілген. Одан соң жалпы құрттың өсіп-өнуіне келетін болсақ, ол шошқалардың аш ішектің кілегейінде осы жерде тоғышарлық қызмет атқарады. Соның нәтижесінен бұл жерде люберкин бездерінде, осы арнайы шошқаларға өзіне тән люберкин бездерінде ол жалпы күнелтіп трихинелланың ұрғашысы 200-300-ге дейін бір туғанда балаң құрттарды туып жеткізіп отырады екен. Соның әсерінен олар сөл, яғни лимфа тамырларына енеді. Ары қарай қан айналымының әуелі кіші қан айналым шеңбері арқылы, одан кейін үлкен қан айналым шеңбері арқылы мынау шошқа организмнің барлық дене бөліктеріне, сонымен бірге бұлшықеттің барлық бөліктеріне тарап отырады екен. Осылайша жаңа трихинеллез ауруы аса зардапты өтеді деп айта аламыз. Мына трихинеллез ауруының құртының дамып жетілу сатылары. Мынау ересек дамыған кезеңі, одан кейін балаң құрттық кезең. Бұл балаң құрттық кезеңнің көп уақытысы бұл бұлшық етте өтеді. Одан кейін ағзада жаңа шошқаның қиы арқылы, шошқаның нәжісі арқылы ол топыраққа қайтадан беріліп отырады да, келесі бір организмге шығып, осылайша не істейді? Аурудың даму циклы айналымда жалпы тіршілікте жүріп дамиды екен. Одан соң жалпы ең бірінші шошқаның организміне қайдан түседі дейтін болсақ, ол қасапханадағы, болмаса жалпы ет қалдықтары, базардағы ет қалдықтарының әсерінен, одан соң ол егеуқұйрықтарға, кемірушілердің ағзасына түседі, одан немесе жаңағы шошқалардың өзінің ағзасына түсуі мүмкін. Бұл жерде сонда егеуқұйрықта шошқаларда не болып тұр? Осы трихинеллез ауруының аралық иесі болып тұр. Одан кейін бұл жаңағы шошқалардың етін тұтынған адам арқылы немесе дала жануарлары, олардың жаңағы егеуқұйрықты жеуі мүмкін дала жануарлары, немесе осы шошқаның ет қалдықтарының дұрыс көмілмей қалған ет қалдықтарын жеуі мүмкін. Осылайша ауру даму циклы не істеп отырады? Адам организміне беріліп отыр. Және адам ең соңғы ақтық иесі болып саналмайды, адам да аралық иесі болып саналады. Себебі бұл адамның нәжісі арқылы да қайтадан жануарға беріліп, осылайша ауру не істейді екен? Дамып отыра береді екен. Яғни кейбір аурулар бар бізде, ең соңғы жаңағы ақтық иесі адам болып саналады. Яғни адамнан кейін ешқандай жануарға берілмейді. Ал бұл керісінше трихинеллез ауруының зардаптылығын көрсетіп отыр. Яғни адамның нәжісі арқылы да сыртқы ортаға беріліп отыра беретін ауру болып саналады екен. Жалпы эпизоотиологиясына келетін болсақ, яғни әлемдегі бұл аурудың қаншалықты таралғандығына назар аударатын болсақ, бұл ТМД елдері бойынша Ресейде, Беларусьте, Украина республикаларында және Қазақстанда, солтүстік және шығыс аймақтарда өте көп тараған ауру болып табылады. Одан соң трихинеллезді таратып тасымалдауда осы жаңа атап кеткендей осы шошқа жануарының маңызы зор болып саналады. Жалпы ветеринариялық санитариялық ерекшеліктеріне келетін болсақ, бұл ауруды базар жағдайында анықтау және базар жағдайында тексеру міндетті тексерулердің бірі болып саналады. Яғни біз базар жағдайында ветеринариялық санитариялық врач немесе ветврач не істейді? Еттің міндетті түрде жалпы сұлбасын қарап өтеміз. Және қай жерлерден етті үлгісін аламыз деген кезде көбінесе жон етінен, арқа етінен және ішкі көбінесе біз тауарлық видын немесе тауарлық түрін деп атаймыз, қазақша. Сол тауарлық түрді жалпы құртпас үшін не істейміз? Қабырғаның ішкі жанынан 600 граммға дейін осы арнайы трихинеллез ауруын білу үшін сынама аламыз. Осы сынаманың әсерінен біз трихинеллез ауруының құрттарын, жаңа айттық өте ұсақ деп трихинеллоскоп аппараты арқылы біліп зерттеуімізге болады.
Енді көбінесе бұл ауруды біз емдемейміз, себебі емдеудің экономикалық пайдасы жоқ. Ауруды анықтаудың жалпы клиникалық белгілеріне назар аударатын болсақ, тәжірибеде трихинеллез ауруын шошқаға жұқтырған кезде 3-4 күннен кейін-ақ шошқада клиникалық белгілері бар екендігі, яғни айқын білінген болады. Соның нәтижесінде шошқа дене қызуы сәл көтеріледі, шошқа өзін дел-сал сезініп, бойын тік ұстай алмай қозғалысы нашарлай бастайды. Соның нәтижесінде кейде созылмалы өтеді, кейде жіті өтеді. Созылмалы өткен кезде ол көбінесе шошқаның иммунитетіне байланысты 1,5 ай бойы өрбиді, ал жіті өткен кезде тез анықтап 12-15 күннің ішінде өлімге ұшырайды. Мына жерде трихинеллез ауруын жұқтырған жануарлардың сұлбасы өзін дел-сал сезінген және көбінесе жатқан кездегі жату жағдайы өздеріне дұрыс деп саналады шошқалар үшін. Және тәбеті шаппайды азыққа, және өз-өзін қозғалысы да нашарлап, көбінесе салмақ бойынша тез салмақ тастайды екен. Одан соң біз ең бірінші базарға ет түскен кезде органолептикалық зерттеуге жол береміз. Яғни органолептикалық зерттеген кезде біз көбінесе бізге күдік туған кезде ғана оны зертханалық зерттеуге жібереміз. Яғни бізге осылайша көрінуі мүмкін. Ақ жолақ тәрізденген шаш тәрізді өте ұсақ бұлшықеттердегі құрттарды, трихинеллаларды көруімізге болады. Ал кейде бұл көрініс көрінбеуі де мүмкін. Сондай жағдайда біз не істейміз? Зерттеу жасаймыз. Шошқа етін зертханалық зерттеу барысында бірнеше аспаптарды қолдануға болады. Ол жай қарапайым микроскоппен компрессориум аспабын пайдалану арқылы және стейк петролазер аппарат арқылы және портативті, яғни қолға ұстап жүретін трихинеллоскоп арқылы да зерттеуге болады. Енді біз бүгін қолданылатынымыз ол трихинеллоскоп стейк петролазер аппарат деп аталады. Ол үшін біз шошқа етін жон еттен және көкет етінен бір 200 грамм ет сынамасын алып аламыз да, одан орташа 50-60 грамм орташа сынама жасаймыз. Және ол ең бірінші талап бұл барлық зертханада пайдаланатын ыдыстарымыз, қайшыларымыз, имек қайшысы және петри аяқшасы барлығы дерлік ол стерилденген, яғни қауіпсіз болу керек. Енді стерилденген имек қайшына және қысқыш арқылы біз 12 компрессориумның жоғары жағындағы 12 және төменгі жағындағы 12 ұяшық, жалпы барлығы 24 ұяшыққа біз өте ұсақ имек күріш тәріздес, немесе күріштің немесе бидайдың дәні тәріздес өте ұсақ қылып, еттен сынаманы осылайша қойып аламыз. Және бұрандамен екінші қабаттағы компрессориум бұрандасы арқылы екеуін бірінші және екінші шынына бекітіп бұрандамен астында мысалға газеттің әріптері көрінетіндей етіп барынша қысамыз. Ең басты талап бұл жерде қысу барысында біз ұмытпау керекпіз. Қысу барысында қатты қысып, шыны әйнекшеге зақым келтіріп алмауымыз қажет. Бір жағын қыстым, екінші жағын толықтай қысамыз. Мына жердегі арадағы қағаздарды біз осы шыныға зақым келтірмес үшін, осылайша нығыздау барысында зақым келтірмес үшін арнайы жасалған. Барынша нығыздалып келтірдім. Енді осы нығыздалған ет кесінділерін біз стейктің құрылғысына бірінші ұяшығынан бастап жоғары төмен жылжыту арқылы трихинелла құрттарын іздейміз. Соның нәтижесінде, егер бұл жерде трихинелла құрттары болатын болса, өзі жарқырап және қимылдап көрінеді. Ол қаншалықты ұсақ дегенімен де жарқырап өзінің сондай люминесценциялық ерекшелігі бар трихинелла құртының, жарық беру қабілетіне ие деген сөз. Соның нәтижесінде біз не істейміз? Трихинелланың бар жоқтығын анықтаймыз. Трихинеллез ауруынан таза екендігіне көз жеткізіп тұрмыз. Назарларыңыз үшін рахмет.